1 ай бұрын ғалымдардың өзін шошытқан шок фактілер атты видеомызға 7 жыл бұрынғы сен емессің деген қалай сонда? Деген коммент жазылды. Жауап ретінде сол адам қайтадан: онда неге бүйрек ауырса адамда солып қалса, неге қайта қалпына келмейді? Басқа адам болсаң 7 жылда деп жазды. Біз неге бұған бірден жауап бермедік? Себебі бұл жерде біз нақты медициналық факт емес, метафора айтқанбыз. Метафора деген не? Ол адам ойын астарлап жеткізудің көркем тәсілі. Мысалы, жүрегі тас болды десек, бұл жүрегі нақты тас деген сөз емес. Бұл сезімсіз дегенді білдіреді. Сол сияқты, адам 7 жылда толық жаңарады деген сөз тура мағынадағы факт емес, бұл метафора. Бірақ, осы сөздің артында шындықтың үлесі де бар. Ғылыми тұрғыдан қарасақ, адам ағзасындағы көп жасушалар бірнеше жыл сайын ауысып отырады. Мысалы, тері жасушалары 2 аптада 1 рет ауысады. Қан жасушалары 3 айда жаңарады. Асқазан ішкі қабаты 5 күнде жаңарады. Ал бұлшықет пен сүйек жасушалары бірнеше жылда. Кейбір зерттеулерге сәйкес, адам ағзасының 98% жасушасы шамамен 7 жылда жаңарады. Бірақ бұл дегеніміз адам мүлдем басқа тұлғаға айналады деген сөз емес. Бұл адамның физикалық жасушалары кезең-кезеңмен жаңарып отырады деген ғылыми дерек. Ал бүйрек не жүрек секілді ағзалар ауырса, ол жаңару процесі тоқтап қалуы мүмкін, себебі олар регенерациясы шектеулі мүшелер. Оларды дене өзі қалпына келтіре алмайды. Бірақ бұл жалпы жасушалық жаңару процесін жоққа шығармайды. Сондықтан біздің айтқанымыз толық миф емес, көркем тілмен жеткізілген ғылыми негізі бар метафора. Қорытынды: иә, адам бұрынғы өзі емес, бірақ ол мүлдем басқа адамда емес. Ол уақытпен бірге жаңарып, өсіп, өзгеріп жатқан тірі ағза. Бұл әрі ғылым, әрі философия. Біз қателеспедік. Біз оны басқаша, көркем тілмен айттық.